Ақылды қыз ертегісі. Баяғы заманда бір бай мен бір кедей өмір сүріпті. Бір күні бай кедейді шақырып, егер сенің қызың шынымен ақылды болса, менің 3 сұрағыма жауап берсін дейді. Кедей үйіне келіп қызын айтады. Сонда қыз ойланып тұрып, қандай сұрақ екенін айтыңыз әке, жауап беріп көрейін дейді. Байдың 3 сұрағы. Бірінші, аспанда неше жұлдыз бар? Екінші, жерден ауыр не бар? Үшінші, тез не? Сонда қыздың жауабы: бірінші, аспандағы жұлдызды санау мүмкін емес. Дәл сол сияқты сіздің байлығыңызды да санау қиын, сансыз көп деген екен. Екінші, жерден ауыр адамның қайғысы. Үшінші, тез адамның ойы. Көзді ашып жұмғанша мына жерге жетеді. Бай қыздың тапқырлығына риза болып, расында сен өте ақылды екенсің. Тіл мен ой ең бағалы байлық дейді. Содан кейін бай қызға көмектесіп, оның әкесіне де жақсылық жасайды. Қыздың ақылы елге аңыз болып тарайды.